Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасы тек бір тұлпардың тағдыры емес, бұл әділетсіздікке қарсы, бұл халықтың қасіреті мен шындығын бейнелейтін туынды. Құлагердің қазасы қазақ рухына түскен қасірет болды. Құлагердің дүбірі тоқтағанымен рухтың биіктігі мәңгілікке қалды. Бұл поэма еркіндік пен әділеттің, махаббат пен мұңның дастаны болды. Ілияс Жансүгіров құлагер арқылы ұлттың жүрегіне үні жеткен мәңгілік рухты жазып қалдырды.